Сәлем баршаңызға. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Қазіргі таңда хит болып жатқан маклюбе тағамын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті ингредиенттер: сиыр еті 600 грамм, көкөністерден 2 сәбіз, 3 картоп, 1 пияз, 3 қызанақ, салат жапырағы, 2 қияр, күріш 400 грамм, консервідегі кукуруз, куркума, тоз, бұрыш, зәйтүн майы, айран қажет. Ең алдымен қызып тұрған табамызға майды құямыз. Май қызығанша етті бөлшектерге бөліп видеодағыдай турап шығамыз. Табаға етті салып, жақсылап араластырамыз. Етіміз қуырылғанша сәбізді дөңгелек бөліктерге бөліп турап шығамыз. Картопты да дөңгелек бөліктерге бөліп тураймыз. Табадағы етімізді араластыруды ұмытпаңыздар. Сарымсақты алып дөңгелек бөліктерге бөліп шығамыз. Отты баяулатып, етті өзінің суында қуырамыз. Ендігі кезекте дөңгелек бөлікке бөлінген сәбізді екі жағын жақсылап қуырып аламыз. Картопты видеодағыдай жақсылап екі жағын қуырып аламыз. Күрішті жақсылап жуып, баяу отта қуырамыз. Күріш күйіп кетпес үшін араластырып тұрамыз. Таза қазанға дөңгелек бөліктерге бөлінген пиязды салып, пияздың үстіне пісіп дайын болған етті салып, түзулеп басып шығамыз. Еттің үстіне қуырылған сәбізімізді видеодағыдай салып шығамыз. Ортасына өздеріңіздің қалауыңызша консервідағы кукурузды қоссаңыздар болады. Түзулеп үстінен басып шығамыз. Ортасына тұз, бұрыш саламыз. Қуырылған картопты видеода көрсетілгендей салып шығамыз. Үстінен басып түзулейміз. Картоптың үстіне қуырылған күрішті саламыз. Тағамның формасын сақтап қалу үшін үстінен жақсылап басып шығамыз. Қазанды газға қойып, үстінен қайнаған су құямыз. Қайнаған суымызды күріштің бетінен 1 см асырып құямыз. Тағамға 1 ас қасық куркума саламыз.
күріштің суға тимеген бөліктерін араластырамыз. Тағамды баяу отта 30-40 минутқа отқа қоямыз. Тағам дайын болғанша салат жасауға кірісеміз. Қиярды видеодағыдай ұсақ бөліктерге бөлеміз. Салат жапырағын ұсақ бөліктерге бөлеміз. Қызанақты видеодағы сияқты бөліп шығамыз. Қалауларыңызша сарымсақ салсаңыздар болады. Дәміне қарай тұз, зәйтін майын құямыз. Салатты жақсылап араластырып шығамыз. Тағамды табаға аударамыз. Маклюбенің ең қызықты сәті үстінен қасықпен ұрып шығамыз. Табақтың жан-жағына салатты салып, өздеріңіздің қалауларыңызша айран қоссаңыздар болады. Өте дәмді. Сіздерге де осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.